Ассалаумағалейкум менің көрермендерім, қалайсыздар? Мына бір бауырымыз жазған екен, 10 күндік балапандық атеш тауық екен, қалай ажыратамыз деп. Мен көрсетіп кетейін. Мынау өзімнен шыққан балапан, инкубатордан. Мынаған примерно бір 10 күн, 10 күннен асты. 26-сы шықты ғой. Сол айтайын сіздерге, мына балапанда 10 күнде мына осындай құйрығы шығады. Туғанда белгілі болады, уже 1-2 күннен кейін тауықтың құйрығы шығып тұрады. Және де қанаты үлкен болады. Көріп тұрған қанатын көрдіңіздер ме? Мына қанаты үлкен, құйрығы шығып тұрады. Ал атештің қанаты қып-қысқа болады. Менде бар, пока қазір көрсетейін. Міне. Тауықтар көріп тұрғандарыңыз, тауық ма? Мынау тауық, міне көріп тұрғандарыңыз, тауықтың қанаты үлкен болады. Және де манағы құйрығы да ұзын болады. Ал атештікі міне. Мына атеш. Көріп тұрғандарыңыздай, міне құйрығы жоқ, қанаты қысқа. Тауықтікіне қарағанда міне атеш. Құйрығы енден шығып отыр, міне қанатын көріп тұрсыздар. Міне. Кішкентай кезінде де осындай болды, 10 күндік кезінде өзі белгілі болады. Көріп тұрсаңыз, қанаты міне. Қанаты жоқ. Қанаты қандай, және құйрығы жоқ, міне. Осы міне. Мынандай болып та тұрады міне атештер. Міне. Менде бір атеш бар. Екінші атеш жүр аны. Сосын аяқта міне. Міне аяқта үшінші атеш жүр. 3 атеш бар, 4 атеште бар. Қалғанның бәрі тауық менде. Сол айтайын деген осы міне. 10 күндік балапан. Оппа! Ойына соқтайды. Міне. Міне. Мынау міне тауық. Көріп тұрғандарыңыз құйрығы. Міне қанаты үлкен болып келеді. Міне тауық міне мынау. Осылайда қарауға болады. Міне. Осылай тұрса, тауық болып есептеледі ол. Мынау атештікін былай қарайды. Бұны білмеймін, міне атеште былай кейбіреулер осылай қарайды міне. Көріп тұрсыздар ма? Былай қарайды, кейбіреулері былай тұрады дейді міне. Мен олай қарамаймын. Көрініп тұрады өзі. Көбі солай қарайды негізінде. Ол кейбіреулер мана кішкентай кезінен өзі. Мені осылай қарағанда көп алданып қалып жатады. Атеш міне. Атештер негізі былай тұрады ғой. Былай тұрады дейді. Бір атеш осылай тұрмын көріп тұрғандарыңыздай. Сол себепті кішкентай кезінде көбі солай қарап манағыда шатастырып отырды. Міне атештің қанаты осылай болады. Және құйрығы көп болмайды міне құйрығы. Осы атеш, шатастырып болмаңыздар. Міне тауықтікі. Қанаты бірыңғай келеді, үлкен болады, және құйрығы да өзінің көріп тұрғандарыңыз шығып қалған. Солай ажыратуға болады. Цицеркінікін айта алмайым, пока цицеркі. Менде 2 тауық, бір қораз алғанмын цицеркіден. Пока кішкене өссін. Содан кейін ажыратуға болатын шығар деп ойлаймын. Анандай тесіктерден шығып кетеді балапандар. Сол себепті осы тесіктерді бітеп қою керек. Сол әзірге осы, жақсы сау болыңыздар. Каналға жазылыңыздар.